Абаса сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Тыжырынып теріс айналды. Қасына бір зағип кісі келген үшін сөйтті. Сен қайдан білесің? Бәлкім ол күнәдан арылар. Я болмаса Алланың сөзіне құлақ асып, ақыл алар. Сөйтіп айтылған ақылдың оған пайдасы тиер. Ал байлығы мен атақ абыройына сеніп, иләһи нұсқауды қажетсінбейтінге келсек, сен оның исламды қабылдауын қалап, оған ерекше ықылас қойып көңіл бөлесің. Сен оның күпірліктен, жамандық атаулдан арылғысы келмегеніне жауапты емессің. Сенің міндетің оған ақиқатты жеткізіп, жөн сілтеу ғана. Ал жаныңа еміне ентелеп келген, һәм Алладан шын именген күйде еміне ентелеп келген жанға келсек, сен оған тиісінше көңіл бөлмейсің. Жоқ, олай істеуге болмайды. Өйткені Құран баршаға арналған теңдессіз насихат һәм ескерту. Енді қалаған жан оған ой жүгіртіп ғибрат алар. Ол сондай қасиетті парақтарға жазылған. Алланың құзырындағы сондай ұлы һәм пәк, яғни жалған атаулыдан, қарама қайшылықтан ада мінсіз парақтар. Алладан уахи жеткізетін елші періштелердің қолымен, аса ардақты ізгі періштелердің қолымен тасымалданатын қасиетті парақтар. Әй, мүрдем кеткір кәпір адам, түріне қарамай күпірлікте қасарысуын қарашы. Алла оны не нәрседен жаратты? Ең болмаса, соны ойласа ғой. Әлбетте ер мен әйелден бөлінген бір тамшы судан жаратты. Жаратты да, оған өлшеулі, әрі келісті кескін келбет, және өлшеулі өмір, өлшеулі ризық несібі берді. Содан соң ол үшін шын бақытқа жеткізер жолды жеңілдетті. Соңында оны өлтіріп, қабірге қойдырады. Кейін қалаған уақытында қайтадан тірілтеді. Жоқ, шынтуайтында адам баласы, яғни кәпір адам, Алланың өзіне бұйырғанын орындамады. Ал енді адам баласы өзінің ас-ауқатына зер салып қарасын. Расында, біз жауынды молынан жаудырамыз. Содан соң, жауын суына қанған жерді қопсытып, егістікке әзір күйге келтіреміз. Нәтижеде, онда дәмді дақылдар өсіреміз. Сондай-ақ онда жүзім мен сан алуан көкөністер, зәйтүн мен құрма ағаштары еңселі қалың бау-бақшалар, басқа да сан түрлі жеміс-жидек пен шөп-шүйгін өсіреміз. Мұның бәрі сендердің және малдарыңның игілігі үшін. Алайда құлақты жаратын ащы дауыс, яғни сурдың жойқын үні шыққан кезде, сол күні адам баласы өз бауырынан безет. Тіпті өз анасы мен әкесінен, жан-жар мен бала-шағасынан безет. Сол күні олардың әрқайсысы өз басымен қайғы болады. Ол күні кейбір жүздер жарқын болмақ, күлім қаққан, қуанышты болмақ. Сондай-ақ, ол күні шаң тозаң мен топыраққа бөккен жүздер қараңғыға батып, түнерген жүздер де болады. Міне солар ардан безіп, күнәға белшесінен батқан кәпірлер. Тәкуир сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Күн оралып, сәулесі сөнген кезде, жұлдыздар бытырай төгіліп, жарығы өшкен кезде, таулар жылжытылған кезде, буаз інгендер секілді ең қымбат малдар да тәрк етілген шақта, жыртқыш аңдар қойдай иіріліп Алланың құзырына жиналған кезде, теңіздер өртке оранып бұрқ-сарқ қайнаған кезде, тірі жан атаулы, жақсы мен жақсы, жаман мен жаман болып қосақталған, және рухтар мен тәндер қайтадан қосылып жұпталған кезде, тірідей көмілген қыз сәбилерден қандай кінәсі үшін өлтірілгені сұралған кезде, амал дәптерлерінің парақтары айқара ашылған кезде, аспан түріліп бар сыры ақтарылған кезде, жаһаннам жалыны қызған үстіне қызған кезде, жәннат тақуа жандардың кіруі үшін жақындатылған кезде, әне сонда әрбір жан өз үшін не әзірлеп қойғанын анық білетін болады. Күндіз жасырынатындарға,
яғни күн шыққанда көзден ғайып болатын аспан денелеріне серт. Түнде қайтадан пайда болып, кейін қайта жасырынатындарға аспан денелеріне серт. Сейіле бастаған қараңғы түнге серт. Тыныс алып ата бастаған таңға серт. Шын мәнінде, Құран аса қадірлі, өте күшті әрі арштың иесі, Алланың құзырында мәртебесі өте жоғары болған ардақты елші Жәбірейіл періште жеткізген сөз. Ол қарамағындағы жәрдемшілері өзіне қалтқысыз бағынатын, Алланың бұйрығын орындауда толық сенімді әрі уақи аманатына да ерекше адал періште. Сондай-ақ біліп қойыңдар, бұл достарың, яғни өз араларыңда туып өскен Мұхаммед пайғамбар жын ектеген жан емес. Ол уақи әкелген Жәбірейіл періштені ап-айқын көкжиектен көрді. Ол ғайыпты, уақиды, ғайыптан келген ақиқат хабарларды сендерге жеткізуде сараңдық танытушыда емес. Яғни ол өзіне келген барлық уақи мен бар ақиқатты сендерге бүкпесіз толық жеткізетін сенімді елші. Ол Құран Алланың рахмынан мәңгілікке қуылған шайтанның сөзі емес. Ендеше, осынау ақиқаттан сырт айналып, қайда бет алып барасыңдар? Ол Құран күллі ғаламға, бар жаратылыс үшін насихат әрі ескерту, әсіресе араларыңдағы тура жолды тауып, сол жолда жүргісі келетіндер үшін. Расында, күллі ғаламның Раббысы қаламайынша, сендер ештеңе де қалай алмайсыңдар. Инфитар сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Аспан шытынап жарылған кезде, жұлдыздар төгіліп, үзілген моншақтың тастарындай жан-жаққа шашылған кезде, теңіздер тасып бір-біріне қосылған кезде, қабірлердің іші сыртына ақтарылған кезде, міне сонда әрбір жан бұл дүниеден, о дүниеге жақсы жаман не жіберіп, артына не қалдырғанын анық білетін болады. Уа адам баласы, сені Кәрим, асқан жомарт, шексіз шарапат иесі Раббың жайлы азғырып, алдаған не еді? Ол сені жоқтан жаратып, саған керемет кескін келбет берді, әрі бүкіл ағза мүшелеріңді үйлесімді етті. Сені өзі қалаған керемет кескін келбетті жаратты. Ей адамдар, алайда сендер соған қарамастан, ақиретте орнайтын және Алланың алдында есеп беретін әрі кесімді үкім шығарылатын дін күніне жалған деп сенбейсіңдер. Әйтсе де, қастарыңда сендерді үнемі бақылаушылар бар. Олар кираман катибин, әр сөздеріңмен, әр істеріңді жазып алушы, аса қадірлі, пәк періштелер. Олар сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңді толық білет. Ізгі жандар, шүбәсіз нығметтердің ішінде, көз көріп құлақ естімеген, тіпті адам баласының ойына да келмеген нығметтерге толы нағим жаннатында, ал күнәға белшесінен батқан арсыздар болса, шүбәсіз жалын атқан жаһаннамда. Олар Алланың алдында есеп беретін әрі кесімді үкім шығарылатын дін күні мәңгі жанып қуырылу үшін сол жерге кіреді. Ол жерден еш қайда кете алмайды. Дін күнінің не екенін білесің бе? Сол дін күнінің не екенін сен білесің бе? Ол біреудің біреуге зәредей пайдасы тимейтін ауыр күн. Сол күні бар билік бір Алланың қолында болады. Мутаффифин сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Таразымен өлшеуіштен жеп, елді алдайтын жандардың жағдайы қандай өкінішті. Олар өздері бір нәрсе сатып алғанда, өзге ел жұрттың зиянына таразыны, өлшеуішті лыға толтырып, артығымен өлшейді. Ал өздері бір нәрсе сататын болса, басқалар үшін өлшеп тартқанда, керісінше кемітіп өлшейді және кемітіп тартады. Сонда олар өлгеннен кейін қайтадан тірілетінін ойламай ма? Ұлы күн үшін қайта тірілетініне сенбей ме?
сол күні барша адамзат күллі ғаламның Раббысының құзырында есеп беру үшін қабірлерінен түрегеледі. Жоқ, өлгеннен соң тірілу хақ, ал кісінің ақысын жеуге әсте рұқсат етілмейді. Шүбәсіз ардан безген күнәһарларға кесілетін үкім сижжинде. Сижжиннің не екенін сен білесің бе? Сижжин тоң мойын кәпірлердің істері өшпестей қашалып жазылған, мөрленген дәптер. Жалғаншылардың сол күнгі жағдайы қандай өкінішті. Олар Алланың алдында есеп берілетін әрі кесімді үкім шығарылатын ұлы дін күніне жалған деп сенбейді. Ол күнді тек шектен шыққан азғындар мен күнәға белшесінен батқан күнәһарлар ғана жалған санайды. Ондайларға біздің аяттарымыз оқылса, бұлар бұрынғылардың аңыз ертегілері ғой дейді. Жоқ, әсте олай емес. Олардың өз қолымен істеген күнәлері жүректерін әбден қарайтып тастаған, сондықтан олар ақиқатты көре алмауда. Жоқ, әсте олай емес. Сол күні олар Раббыларының шарапаты мен рахымынан махрұм қалады. Содан кейін, шүбәсіз, жанып шыжғырлу үшін жалынатқан жаһаннамға тасталады. Содан соң оларға, міне, дүниеде өздерің сенбеген ақиқат осы делінеді. Жоқ, өлгеннен соң тірілу хақ, ал кісінің ақысын жеуге әсте рұқсат етілмейді. Ал ізгі жандарға қатысты берілетін үкім болса, иллинде. Иллиннің не екенін білесің бе? Иллин хаққа иман келдірген ізгі жандардың істері өшпестей болып жазылған, мөрленген дәптер. Алланың хақ құлдары оны көріп, оқиды. Ізгі жандар шүбәсіз нығметтердің ішінде, көз көріп құлақ естімеген, тіпті адам баласының ойына да келмеген нығметтерге толы нағим жәннатында жайлы орынтақтарға жайғасып отырып, қуанышты жүзбен маңайларына қарайды. Жүздерінен өздеріне нәсіп етілген нығметтерге деген шексіз қуанышты байқайсың. Оларға зиянды нәрселерден ада, таза екенін білдіретін мөрі бар тап-таза мөлдір шарап ұсынылады. Ішілген соң түбінен хош иісі аңқиды. Ендеше адамдар өзара жарысатын болса, осынау мәңгілік жәннат мекені үшін жарыссын. Ол шарапқа жәннаттың ең ұлы қайнарынан алынатын тәсним суы қосылған. Тәсним қайнарынан Алланың ең жақын хас құлдары қанғанша ішеді. Күнәға белшесінен батқан кәпірлер дүниеде мүміндерді келемеждеп күлетін еді. Олардың қасынан өткенде бір-біріне ишара жасап, ымдап, оларды келемеждеп кемістетін еді. Үйлеріне қайтқанда сол істеріне мәз болып масаттанатын. Оларды көргендерінде мыналар шынымен адасқандар деп жазғыратын. Әйтсе де олар мүміндерге қатысты үкім беретіндей, олардың үстінен бақылаушы болып тағайындалмаған еді. Ал енді міне, Алланың алдында есеп беретін бұл күні мүміндер кәпірлерге күледі. Жайлы орынтақтарға жайғасып, кәпірлердің жаһаннамда қалай азап шеккеніне қарап отырады. Қалай? Кәпірлер дүниедегі істерінің қарымтасын толық алды ма? Иншиқақ сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Көк шатынап, жарылған кезде, әдеттегідей, Раббысының бұйрығына бойсұнғанда, жер жайылып теп-тегіс етілгенде, ішіндегінің бәрін сыртқа ақтарып тастап босанғанда, сондай-ақ, әдеттегідей Раббысының бұйрығына бойсұнғанда, ей адам, сенің қандай мақсатта болмасын, бар күшіңді салып, тырбануың ақырында Раббыңның құзырында нәтижеленеді. Сөйтіп сен де ақыр соңында онымен қауышасың. Кімде-кімнің амал дәптері оң қолына берілсе, оның есебі өте оңай болады. Ол жұмақта өзінің отбасына шат-шадыман күйде оралады. Ал амал дәптері арт жағынан сол қолына берілген адам еңсесін қасірет басып, бір жолата көзі жойылып, жоқ болып кетуді тілеп, зар илейді. Бірақ ол жанып шыжғырлу үшін жалынатқан отқа кіреді. Расында ол дүниеде отбасының ішінде шат-шадыман,
әрі ерке тотай еді. Өмірінің есебін беру үшін Раббыма қайтамын деп ойламайтын. Жоқ, ақиқат мүлдем басқа. Раббысы оны әркез көріп бақылап тұрды. Алаулап батқан күннің қызыл шапағына серт, түнге және сол бірте-бірте бүркеп қаптаған бар нәрсеге серт, бірте-бірте толатын толған айға серт. Сөзсіз сендер араларында тығыз байланыс болған күйден күйге көшесіңдер. Ендеше оларға не көрінген, неліктен иман етпейді? Өздеріне Құран оқылғанда неге сәждеге жығылып оған бойсынбайды? Керісінше ол кәпірлер Құранға және ондағы ақиқаттарға сенбейді. Алла олардың көкірегінде, жүрегінде не жатқанын әлбетте жақсы біледі. Сондықтан оларды жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Дегенмен иман келтіріп, соған сай өздерін һәм бүкіл қоғамды түзеуге бағытталған игілікті істер атқарғандардың жөні бөлек. Олар үшін әсте түгесілмейтін, қисапсыз сый-сияпат бар. Буруж сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Шоқ жұлдыздармен безендірілген аспанға серт, уәде етілген күнге, қиямет күніне серт. Куә болушыға һәм куәлік етілген нәрсенің бәріне серт. Отты ордың иелері құрысын. Олар онсыз да құрды. Олар ор қазып, оны отқа толтырғандар. Олар сол лаулаған оттың басында отырып, мүміндердің қалай азапталғанын тамашалайтын, сөйтіп рахатқа бататын. Олардың мүміндерді мұншама азаптауының бір ғана себебі, олардың азиз, бәрінен үстем әрі ұлық, хамид, бар мадақ пен шексіз шүкіршілікке лайық болған Аллаға иман келтіргендігі еді. Мүміндердің күллі аспан әлемі мен жердің бар билігі бір өзіне ғана тиесілі болған Аллаға иман келтіргендігі еді. Алайда Алла бәріне де куә. Мүмін ерлер мен мүмін әйелдерге зорлық зомбылық көрсеткен һәм содан кейін тәубесіне келмегендер үшін жаһаннам азабы бар. Міне солар үшін отты азап бар. Ал иман келтіріп, соған сай өздерін һәм бүкіл қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер атқарғандарға болса, жайқалған бау-бақшаларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жанға жайлы жаннат бақшалары бар. Нағыз жетістік, ең үлкен табыс міне осы. Раббыңның бас салып азаптауы шүбәсіз өте жаман. Ол әу баста бәрін жоқтан жаратты, және ақиретте бәрін қайтадан жаратады. Ол ғафур, өзіне серік қосудан басқа қандай үлкен күнә болса да кешірімді. Уәдуд, құлдарын ерекше жақсы көруші, сондай-ақ құлдарының да оған деген сүйіспеншілігі ерекше. Ол ұлы арштың иесі, мәжид, аса мәртебелі, қалағанын істеуші, және қалағанын қалауынша жасаушы. Саған әлгі әскерлер жайлы хабар жеткен беді. Перғауынның және Самуд қауымының хабары жеткен беді. Алайда сол күпірлікте табандағандар әлі де ақиқатты жоққа шығарудан қайтпауда. Дегенмен Алла тағала оларға жан жағынан құрсау салушы. Сондықтан олар Алланың үкімінен еш қайда да қашып құтыла алмайды. Олар қанша жерден жоққа шығарса да, ол аса қадірлі де қасиетті Құран. Қияметке дейін оқылатын қасиетті кітап. Негізі ләухіл махфузда. Жалған атаулыдан мүлдем ада Алланың қорғауындағы кітап. Тариқ сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Көк аспанға және түнде жарқ етіп шығатын Тариқ жұлдызына серт. Тариқтың не екенін сен білесің бе? Ол тас қараңғы түнекті жарып шығатын жап-жарық жұлдыз. Басы қасында қорғаушы және бақылаушы періштесі болмаған бірде-бір тірі пенде жоқ. Ендеше адам баласы өзінің нендей нәрседен жаралғанына зер салып қарасын. Ол ытқып шығатын болмашы сұйық судан жаралды. Ол сұйық бел омыртқа мен
қабырға астынан шығады. Адам баласын әу баста осындай болмашы сұйықтықтан жарататын Алла, әлбетте оны өлімнен кейін қайтадан тірілтуге де құдіретті. Сол үшін ашылмаған құпия сырлардың бәрі ашылып, жарияға мәлім болады. Ол күні пенденің Алланың жазасынан сақтанатын қауқар да, медеткері де болмайды. Ішінде жауын-шашынның пайда болуы сынды көптеген табиғи құбылыстар қайталанып тұратын аспанға серт. Сондай-ақ өсімдіктердің өніп шығу үшін қопсып жарылатын жерге серт. Шүбәсіз бұл Құран, ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататын кесімді сөз. Ол бос, әзіл сөз емес. Оны мойындағысы келмегендер өздерінше құйтырқы жоспарлар ойластырып, тұзақ құрумен әлек. Алайда менің де оларға қарсы өз жоспарларым бар. Олай болса, ол кәпірлерді жайына қоя бер, олармен әуре болма. Азғантай уақыт өз білгендерін істеп жүре тұрсын. Ағла сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Ұлық, асқақ Раббыңның есімін ұлықта. Ол жаратады да, ең керемет әрі үйлесімді кескін келбет береді. Ол әр нәрсе үшін белгілі бір өлшем, яғни әрбір жанға өлшеулі өмір, өзіндік ерекшеліктер және мақсат белгілеп, оны сол ұлы мақсатқа қарай бағыттайды. Сондай-ақ ол шүйгін шөпті, өсімдік атаулыны шығарады. Содан кейін оларды солып, қарақошқылданып шіріген қоқысқа айналдырады. Бұдан бұлай адамдарды тура жолға бастауың үшін Құранды жүрегіңе қондырып, саған оны толық оқытып үйретеміз, әрі өзгелерге де оқып беруіңді қамтамасыз етеміз. Сөйтіп сен одан еш нәрсе ұмытпайтын боласың. Тек Алла басқаша қалайтын болса, оның жөні бөлек. Шүбәсіз ол жария болғанды да, жасырын болғанды да, яғни сенің де, өзге құлдарының да жасырын жария барлық істерін, ниет пиғылдарын, жай күйлерін біледі. Біз сенің қай мәселеде болмасын мақсатыңа оңай жетуің үшін жолыңды жеңілдетеміз. Олай болса, сен үгіт насихат пен ескерту пайдалы болатын әр жағдайда насихат айт. Ескерт. Аллаға тағзым ететін жан насихат пен ескертулерді тиісінше ескерет. Ал сормаңдай бейбақ болса, одан іргесін аулақ салып қашады. Ол ең үлкен отқа, жалынатқан жаһаннамның ең ыстық жеріне кіріп, шыжғырлатын бейбақ. Ол онда қанша азап шексе де, әсте өлмейді, рахат өмірде сүрмейді. Ал күпірліктен, Аллаға серік қосудан, күнә атаулыдан, дүние құмарлықтан арылған, шүбәсіз азаптан құтылып, мұратына жетеді. Сондай-ақ, Раббысының атын еске алып, намаз оқығанда құтылады. Уа адамдар, алайда сендер дүниенің қу тіршілігін ұнатып, оны бәрінен артық көресіңдер. Дегенмен ақирет бұл дүниеге қарағанда әлде қайда қайырлы, һәм мәңгілік. Әлбетте, бұл ақиқаттар бұрынғы иләһи нұсқаулар мен насихаттар жазылған парақтарда да бар еді. Ибраһимге және Мұсаға берілген парақтарда да бар еді. Ғашия сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа Мұхаммед, саған жер жаһанды түгел қамтитын сол бір алапат туралы хабар жетті ме? Ол күні үрей билеп, қор болған жүздер болады. Тек қана бұл дүние үшін бейнеттеніп, әбден титықтаған. Олар қызуы қатты жалынды отқа тасталып, шыжғырлады. Оларға тек бұрқ-сарқ қайнаған қайнардан ғана су беріледі. Бар жейтіні, тікені бар улы өсімдік қана. Ол өсімдік азықта болмайды, аштықты да баспайды. Сондай-ақ ол күні қыруар нығметке бөленіп қуаныштан бал-бұл жанған қуанышты жүздер де болады. Дүниеде жүріп, ақирет үшін еткен еңбектерінің жемісіне дән риза болған жүздер. Олар ең жоғарғы әрі аса қадірлі жәннат бақшаларында болады. Олар онда әсте пайдасыз, бос сөз естімейді. Онда ағып жатқан мөп-мөлдір бұлақтары бар.
Биік-биік тақтар да бар. Сондай-ақ онда алуан түрлі сусындар мен шараптарға толы қадақтар, жастануға және сүйенуге лайықталып қаз-қатар тізілген жұмсақ жастықтар, жайылып төселген масаты кілемдер бар. Олар түйенің қалай жаратылғанына қарамай ма? Аспанға қарамай ма? Қалай биіктетіліп, тіреусіз тұрғызылғанына? Тауларға қарамай ма? Қазықтай қағылып, жерді қалай ұстап тұрғанына? Сондай-ақ жер жүзіне қарамай ма? Қалай төселіп, тіршілік етуге қолайлы етілгеніне? Уа ардақты елшім, міне, енді сен оларға ақиқатты түсіндір, насихат ет, тура жолға баста. Өйткені сенің міндетің насихат ету, ақиқатты түсіндіру ғана. Әйтпесе сен олардың төбелерінен төніп, зорлықпен иманға келтіруші емессің. Алайда кім-де-кім ақиқаттан теріс айналып, күпірлікте табандайтын болса, Алла оны ауыр азапқа душар етеді. Әлбетте олар түбінде бізге қайтады. Олардан есеп алуда, әлбетте біздің құзыретімізде. Фәжр сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Таң шапағына серт, және мүбәрәк 10 түнге серт, жұпқа және таққа серт, соңына қарай ағып бара жатқан түнге серт. Қиямет сөзсіз орнайды. Міне, осынау анттарда сауақыл иесі үшін мықты дәйек бар емес пе? Раббыңның ат қауымына не істегенін көрмейсің бе? Еңселі ғимараттар тұрғызған, аңсағай бойлы, ірі денелі күш қуаты тасыған Ирам халқына не істеді? Ол аймақта ондай аңсағай бойлы, ірі денелі, күшті халық жаратылмаған еді. Сонда олар Алланың азабына қарсы тұра алды ма? Ал Уади жерінде биік жартастарды үңгіп берік үйлер салған Сәмуд қауымына не істеді? Сондай-ақ берік қорғандары бар Перғауынға не істегенін көрмейсің бе? Олардың бәрі өз елінде барынша азғындап, шектен шықты. Жүрген жерлерінде бүлік шығарып, бұзғыншылық жасауды үдете берді. Соның нәтижесінде Раббың олардың төбесіне азап қамшысын жаудырды. Шүбәсіз, Раббың үнемі бақылауда, және құлдарын берген нығметтермен сынап бағуда. Ал адам баласы болса, Раббысы оны сынау үшін нығметке бөліп жарылқаса, Раббым мені осынау нығметтермен сынап жатқан шығар деп ойламастан, өзін соған лайық көріп, Раббым мені нығметке бөлет деп масаттанады. Сондай-ақ керісінше, оны тағы да сынау үшін ризық несібесін тарылтар болса, Раббым мені жоқтықпен сынап жатқан шығар деп ойламастан, өзінше налып, Раббым мені қор қылды деп айтады. Жоқ олай емес. Уа адамдар, шындығында сендер жетімді елеп ескермейсіңдер, жақсылық жасамайсыңдар. Бір-біріңді, міскіндердің қарнын тойдыруға құлшындырмайсыңдар. Адал арам демей, өздеріңе немесе өзгелерге тиесілі мұраны жейсіңдер. Мал дүниені өлгенше жақсы көресіңдер, әрі үйіп төгіп жинайсыңдар. Жоқ, сендер істеу керек болған іс бұл емес. Күндердің күнінде жер беті қатты сілкініп, ойран топыр шыққан кезде, Раббыңның жарлығы келіп, періштелерде қаз-қатар сап түзеген күйде келген кезде, сол күні жалынатқан жаһаннам әкелінеді. Және сол күні адам баласы бәрі есіне түсіп, ақиқатты толық түсінеді. Алайда ол күні ақиқатты түсінгеннен, бармақ шайнап өкінгеннен не пайда? Қабәт деген ай, дүниеде жүргенде осынау мәңгілік өмірім үшін дайындық жасасам етті деп ақырады. Сол күні Алла көрсеткен азапты ешкім ешқашан көрсете алмайды. Сондай-ақ Алланың матап байлағанында ешкім еш уақытта байлай алмайды. Уа, Аллаға иман келтіріп, құлшылық етіп, дұға етіп, жаны жай тауып, көңілі орныққан жан, Раббыңа қайт. Сен Раббыңнан, ал Раббың сенен разы болған күйде. Қане, маған құлшылық етіп, ең асқақ мәртебеге жеткен
хас құлдарымның қатарына сен де қосыл. Сөйтіп, жәннатыма кір.